Тіл мәселесі бойынша Қазақстан Республикасының ата заңында мемлекеттік тілдің қазақ тілі, дұрыс па? Сол бойынша маған заң бойынша кішігірім маған көшірмесін берші деп сізге өтініш қылып отырмын. Кейін бас санитардың, тоқтаңыз, бас санитардың нышантың қаулысы неге орын алмай жатыр сіздерде? Бас санитармен неге? Бас санитардың қаулысы бар, карантин режимі бар, білесіз па? Солар сіздерде неге сақталмай жатыр? Не сақталмай жатыр? Болды, сізбен претензиям жоқ, кейін оны өзіңіз біле жатасыз. Оны тиісті мекемеге жібереміз бұны. Мен сізден сұрағаным, қараң, басым ауырып жатыр. Ол басыңыз ауырып жатса, больничный алыңыз да жатыңыз вообще. Мен сізге азаматтық тұрғылық есебінде сізге келіп обращать етіп отырмын ба? Маған сөйлеуге мұрша бермей жатсың. Мұрша бермегенде емес, қараң, сіз маған сөйлетсе емес, мен сенің сұрағыңа жауап беруге. Боп, масканы тағып алыңыз, мен қауіпсіздігім үшін тағып алыңызшы, бопты. Мен қауіпсіздігім үшін тағып алыңызшы. Мен бұл жерде қауіпсіздікті сақтап отырмын. 1 метр. Мен сізге алдына келген кезде, екінші адам келген кезде сіз бетпердемен отырып міндеттелген сізге. Мен қауіпсіздігім үшін тағып алыңызшы, бопты. Сен ары керек тұршы ма? Мен тұрмын, мен нормально. Сен маған өзіңнің кім екеніңді айтшы маған. Мен азаматтық белсендімін. Белсендісің, кімсің? Аты жөніңді айт. Аты жөнім Өтелов Роман Жақсылықұлы. Сіздің бет-жегіңіз қане? Сіздің бет-жегіңіз бар ма? Сіздің аты жөніңізді білейік та, бет-жегіңіз қане? Көрейік та бет-жектеріңізді. Кімсіз? Менде танысайын. Не мақсатпен келіп отырсың бұл жерге? Мен тіл мәселесі бойынша келдім. Тіл мәселесі бойынша сұрасайын, тіл мәселесі. Енді сіз соны айттым ғой, өткенде де келіп айттым. Қазір мен видеоға тіл туралы заң, мінекей сен айттың сол кезде. Әкеңіз көрейік енді. Тіл туралы заң мынау тұр міне. Енді тіл туралы заң тоқта, сен сол кезде маған сұрақ қойдың. Неге жаңағы өзге ұлтты өкілдері неге қазақша сөйлемейді деп. Егер олар мемлекеттік тіл бізде қазақ тілі болғаныменен, осы тіл туралы заңның өзінде көрсетілген орыс тілі қатар жүреді бізде деп. Заңның өзінде көрсетілген. Заңның өзінде ресми қазақ бірінші, қараң. Сонда қараңыз, тоқтаңыз. Мен сізге бір нәрсені айтам. Сонда республикалық мысалы әкімдер, тұрғындар, сонда қазақ тілін көтеріп жатыр да? Көтеріп жатыр да, мысалы, қолдап жатыр, соларды қолдап жатыр, мемлекеттік тілді да? Сіз неге қарсы шығып жатсыз сонда? Мен қарсы шығып жатқан жоқпын, мен қарсы емеспін. Мемлекеттік тілдің кеше ғана біз осы бойынша рейд жүргіздік. 30 жыл болды ғой, үйренетін уақыт болды ғой. 30 жыл емес, 27 жыл болды ғой, 28 жыл болды. 30 жыл болды. Енді оның тіл туралы заңды мен шығарған жоқпын. Енді мысалы сен жаңағы не айтып жатсың ғой, біз неге сен орысшалап сөйлемейсің, неге сен тек қазақша сөйлемейсің деп біз тұтынушының құқығы бар. Орысша сөйлесе орысша, шетелше сөйлесе қазақша сөйлесе қазақша сөйлейді. Ол бар, ол заңда бар. Орысша сөйлеймін десе, сен орысша сөйлеме деп. Қараңыз, мысалы сіз мемлекеттік қызметкерсіз да, сіз орысша сөйлейсіз, қазақша білмейсіз. Мен қазақша түсінемін. Орысша сөйлемеймін мысалы да, сізден қазақша талап етемін. Ол заңда бар. Екі тілді меңгеру керек қызметкер. Екі тілді меңгеру керек, дұрыс па? Екі тілді меңгеру керек. Үш тіл? Үшінші тіл қандай айтады? Ағылшын тіл. Ағылшын, біз Америкаға сіз қызмет жасалмайды, осы көрген емес пе? Енді ол үш тілділік мәселесі ол баяғыда көтеріліп келген. Жоқ, жарайды. Жарайды, мен шетелдің тіліне қарсы емеспін. Орыс тілі бірінші жүрмейді еш уақытта. Кез келген ақпарат сізді бір табличкалес қоя. Бірінші ана тіліміз, мемлекеттік тіл. Екінші международный тіл түседі. Екінші международный, российский тіл международный жүреді. Бүкіл мемлекетте жүреді ол. Оны жақсы білесіз өзіңізде. Жоқ, енді мен сізден талап етіп қойғам, мынандай маған сізге шығарып берші дегенмен өтініш қылғаным бар еді. Сіз негізі қателестіңіз. Тіл туралы заң, тоқтат. Енді мен де саған түсіндірейін деп жатсам, сен түсіндіруге мұрша бермейсің ғой маған. Мұрша бергенде емес. Енді тоқтаса кішкене тыңдайсың ба, тыңдамайсың ба? Сіз әдеп сақтаңызшы, бопты. Әдеп сақтап тұрмын ғой, өзің әдеп сақталса, мен түсіндірейін де саған айтқан сөзіңе, сұрағыңа жауап берейін. Сен қанағаттанбаған жағдайда сен қайта жауап бересің, сұрақ қоясың маған. Мен аудан әкімдіктен звондап жатыр маған, шақырып жатыр. Мен осы бейнетаспадан көрсетемін, мен осындай қызметкерлер. Тіл туралы заңда мен осыған пікірімді айтайын, өзімнің аудан әкімінен онда маған егер сізден көмек сұрап келдім, адам сияқты. Егер бұндай бермейтін болса, аудан әкімінен жауап сізге вызов түседі онда. Мен қазір аудан әкіміне кетіп бардым.
мен сізден мына азаматтарға мен белсендік бойынша, өз белсендігім бойынша, мен просто мына жерде кәсіпкерлерге, тоқташы енді, мына жерде кәсіпкерлерге осы заң бойынша алып келді. Осы заң бойынша сен тоқтаса, мен анау сен сол кездегі келген сұрағың маған сатушыларға түсіндіріп, профилактика жүргіземін деп сізден өтініш қылдым, дұрыс па? Енді соны мен саған түсіндірейін деп тұрмын ғой енді. Қалай профилактика? Енді осы жерде тіл маманы ретінде. Осы тіл заңыменен жұмыс істейтін болғаннан кейін, сен оған профилактика жұмысын, алдын алу жұмысын мен сені өте қолдаймын. Мемлекеттік тілді сыйлағаныңды, мемлекеттік тілде сөйлеу керек деген мен сені қолдап қуаттаймын. Ең бірінші сол тілдің жанашыры менмін. Дұрыс қой енді. Мына біздің мына тіл туралы заңда, бұл заңды білмеймін кім шығарып, кім басында тұрғанын, 97 жылы қабылданған заң. Орыс тілін ресми тіл, қазақ тілімен бірге жүреді деп қойған. Менің ең ішімнің ашып, ең ішімнің іріп кететіні сол. Жоқ, дұрыс қой. Сен маған, маған орысша жауап берме. Бірақ мен деп, заң бойынша сен маған орысша жауап берме деп мен